Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Сіздерге үй жағдайында дайындалатын қытырлақ тауық қанаттарының рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Бізге керегі 1 килограмм тауық қанаттары. Оны алдымен жуып тазалап аламыз және артық жерлерін алып тастаймыз және екіге бөлеміз. Одан кейін 500-600 литр су құямыз және 1 ас қасық тұз, 2 ас қасық паприка қосамыз, 1 ас қасық қызыл бұрыш және жарты ас қасық қара бұрыш қосамыз. 3 сарымсақтың тісін ұсақтап турап қосамыз. Қасықтың көмегімен жаймен басып тұрып араластырамыз. Біздің құстарымыз суға батып тұру керек. Бетін жауып маринаттап қоямыз. Маринатта 4-5 сағат тұрған құс етімізді аламыз да осылай ұнға бұлғап араластырамыз. Және осылай араластырғаннан кейін қайтып оны манағы маринатталған суымызға саламыз. Және осы суымыздан алып тағы да бір ұнға бұлғап аламыз. Және майымызды қыздырып, екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Шамамен 15 минуттай қуырылады. Дайын болған тауығымызды түсіріп аламыз. Мінекей өте дәмді тауық қанаттарым дайын. Ас болсын.